Ассалаумағалейкум достар, видео бастамастан бұрын бизнесмен бала деген каналға жазылып кетсеңіздер дедім. Канал описаниеда тұрады. Жалпы шаруашылық жайлы түсіреді, мал жайлы, құс жайлы да түсіреді. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Сол қазір кешкі шоу түсіріп кетейін деп. Мына жерде қазір осындай қолым босады. Қолым бос салысымен сіздерге видео түсірейін деп жатырмын. Сағат уже бізде 6-дан 20 кетті. Уже көріп тұрсыздар, күн дейтін отырған, уже күн отырды. Мына жақта бізде ұқойлу, бұлармен бәрі жақсы. Жаңа оқу жылы басталды. Бәрлеріңіз жаңа оқу жылы басталуымен осының алдында демалыстарда көптеген видеолар түсіріп үлгердім. Сіздерге пайдалы, жақсы жалпы видеолар. Осы оқу жылында мен каналымда оқушылар көретін болса, жақсы оқыңыздар. Оқуларыңыз тек қана 4-5 болсын. Мына жерде бізде бәрі жақсы. Кеше мына жерге мен өзімнің күшін атешім осыған болатын. Сосын мен байқап тұрған болыстар, осының алдында менде осы қорада домашний тауықтар жүрген болатын. Ол домашний тауықтарды қазір бәрін ауыстырып тастадым. Мына жаққа китайский мен адлерді қосып қойдым. Себебі оның алдында менде адлерлар брудерда тұрған болатын, ал китайскийларым тоже брудер, бірақ светімен свет орнатылған брудерда тұрған болатын. Қазір осы жаққа бәрін қосып қойдым. Так, мына жақта дейтін күрттауым бәрі жақсы. Осындай күрттауыма жүгерсек қойған болатын. Мына жақта олар өздері суларын тауып ішеді. Қазір бұлардың осындай міне кірпішпенмен тірек қоям. Есік ашылмас үшін. Өздеріңіз қалай болып жатсыздар? Демалыстарыңыз қалай өтті? Бәрі жақсы ма? Бәрін жазып кетсеңіздер болады. Мына жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мына жерде менде білесіздер, бос отсек бар. Осы бос отсекті ашып, қазір бізде жаңбырлар жауып жатыр. Жаңбырлар тоқтасын, сол бос отсегімді ашып, сол жаққа осы тауықтарды жіберем бе деген ой болып тұр. Так, мына жерде әзірге ешқандай өзгерістер болып жатқан жоқ. Мына осы қораның жылулығы өзін всегда ұстап тұрады. Бағана кеше дейтін өзім мына жаққа не қойып қойған болатын, қағып көк температураны өлшейтін датчик плюс 16-5 көрсетіп тұрды. Бүгін алып тастадым. Себебі атештер мына жақтан секіріп, мына жаққа қайта көк температура өлшейтінде шұқып тастай берді. Одан оны алып тастау керек болды. Оны алып тастадым. Мына жерде кеше мына ақтауық туған бір жұмыртқа. Әзірге жұмыртқа туып бастаған жоқ. Енді бастайды деген ойдам. Менің осының алдында тауықтарым 8,5 айда бастаған. Қазірде тауық қораның іші жып-жылы болып тұр. Осы тауық қорада бұйыртса, Алла қаласа қыстап шығады. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сосын кейін міне мына далада уже бізде қазір күн қысқарғаннан кейін дала суық, қораның іші жып-жылы болып тұр. Мына жерде қазір болатын өзгерістерді айтып кетейін деп едім. Қолым тимей жатыр, сабаққа барам, сабақтан келем, тренировкам басталады. Әзірге солай болып жатыр. Мына жерде енді алдында болатын өзгерістер айта кетсек, мына біреу осы демалысымда бұйыртса, Алла қаласа 2 күндік демалыста мына сетканы алып фанера қаптап тастайтын болам. Мына сетканы алып фанера қаптап тастайтын болам. Сосын кейін мына жерде көріп тұрсыздар, осындай шелдері пена жағам, немесе балшықтап тастайтын болам. Содан кейін ішіне
опилка төгем. Сөйтіп осы қораны ретке келтірем. Себебі бірінші қыс бола салысымен қораның іші аңырап суықтан кәдімгідей суық болып кетеді кәдімгідей. Сол себептен қазірден жылытып тастауым керек. Менде қазір материалдар қалған. Материалдар бар. Осындай фанералар бар. Фанералар бар. Енді алдыңға уақытта осы жерді жасайтын болам. Оны да видеоға түсірем. Жалпы бір сөзбен айтқанда қораны жылытам. Сосын айта кететін жайт достар. Мына жерде бағана түсіруді ұмытып кетіппін сіздерге. Қазір көрсетем. Мына жерде бізде көріп тұрған боласыздар. Қара атеш жетіспей тұр. Бұл қара атеш. Бағана мына атешпен сосын кейін ана біреу сұр атешті шұқығандықтан оны брудерға алып қойған болатын. Сол брудерда қазір міне атешім брудерда жатыр. Жатыр брудерда төбелескіш болып кетті. Кім білмейді, бұлар атештер көп төбелесе берсе өзінің ұрықтарын жарақаттап алуы мүмкін. Сол себептен осы төбелескіш атештерді брудерға алып қойдым. Жаңа төбелескіш атешті, қара атешті. Енді сол достар, ертең сіздерге видео түсіруге тырысам. Таңертең видео түсіріп кетуге тырысам. Сау саламатта жүргенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.